Көкек. Алла барлық құстарға бір күні рұқсат берем, өздеріңе ыңғайлы қоныс тауып алыңдар. Сол жерге ұя салып тіршілік етіңдер деп әмір берді. Бүркіт Асқар тауды ұнатып құяға ұя салды. Қызғыш судың ішіне жайғасты. Шағала теңізді, үйрек көлді, бозторғай жазық даланы ұнатты. Қарлығаш Ыбырайым пайғамбардың шарапатынан адамның шаңырағынан жай алды. Ымырт үйірілгенше құстар өздеріне ұя таңдап жайғасып үлгерді. Көкек қана сайды еңіс, тауды биік, суды суық деп кірпиязданып жүріп алды. Алланың өкімі екеу болмайды, кесімді мерзімді жетеді. Ұлық Алла құстардың таңдаған қоныстарын өздеріне жайлы мекен етіп берді. Кірпияз көкек ұясыз қалады. Әліге дейін өзіне тиесілі ұя жайы жоқ екен. Содан бастап жұмыртқасын басқа құстың ұясына салуға мәжбүр екен.